Сәлем достар, бүгін біз ашытқысыз 15 минутта дайын болатын өте дәмді пиццаның рецептімен бөлісеміз. Алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Ол үшін ыдысқа бір жұмыртқаны жарып, үстіне шым-шым тұз, 2 шай қасық шекер, 1 шай қасық қопсытқыш, және 2 ас қасық сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Үстіне 1 стакан жылы су құямыз. Одан кейін електен өткізіп, ұн қосып, біркелкі массадағы қамыр илейміз. Одан кейін қамырды 5 минут демалдырып қоямыз. Оға дейін салмасын дайындай береміз. Шұжықты және қызанақты қалаған формада тураймыз. Қамырды 2 бөлікке бөліп, жұқалап табаға жаямыз. Біз 2 түрлі пицца жасаймыз. Үстіне майонез бен кетчупты жағамыз. Одан кейін шұжық пен қызанақты жаямыз. Мына екінші пиццамыз. Бұл пиццаға шұжықты көбіктеп турадық, себебі балалар осылай болғанын ұнатады. Сырды теркадан өткізіп, әзірге қоспай қоя тұрамыз. Алғашқы пиццамыз пеште 10 минут тұрған соң, үстіне сыр сеуіп, қайтадан пешке 5 минутқа қоямыз. Сонда сыр қосылған пиццаның сыры еріп, былбырап, әдемі піседі. Міне достар, пиццамыз дайын болды. Қамыры жұмсақ, әрі өте дәмді болып шықты. Ас болсын.